Сәлем достар, бүгін вафли дайындаймын. Ол үшін маған қажет заттар 200 грамм қант, 200 грамм ұн, 4 жұмыртқа және 1 пампушка майы қажет. Достар, алдымен жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін жақсылап тұрып миксерген араластырамыз миксермен. 2 жұмыртқа, жұмыртқа және 4 жұмыртқа. Осы 4 жұмыртқаны жақсылап тұрып 2 минут миксермен. Яғни жұмыртқа жақсылап тұрып араласу керек. Міне жұмыртқа жақсылап тұрып араласты. Енді бұны қоя тұрамыз. Одан кейін мына пампушка майын табаға салып ерітеміз. Достар, пампушка майын осылайша ерітеміз. Толық ерігенше күтеміз. Достар, май еріді. Енді осының үстіне 200 грамм қантты салып, оны да толықтай ерітеміз. Достар, майға салынған қант еріді толықтай. Енді 1-2 минут күтеміз. Шамалы суы керек. Содан кейін оны жұмыртқаның үстіне құйып, миксермен араластырамыз. Газға ерітілген майымызды, ішінде қанты бар, оны жұмыртқаның үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің майымыз ыстық болмау керек. Егер де ыстық болатын болса, онда біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. 2 минут жақсылап араластырамыз. Минут араластырып болдым. Енді үстіне себелеп ұнды саламыз. Ұнды. Одан кейін миксермен араластырамыз. Минут өтті, дайын болды. Ендігі кезекте вафли пісіретін арнайы құралды алып, ішін жақсылап тұрып майлаймыз. Яғни бұл газге пісірілетін болғандықтан екі жағында жақсылап тұрып майлауымыз керек. Яғни бір жағы, сосын екінші жағы. Майлап алғаннан кейін ыдысты жақсылап қыздырамыз. Дайын болған құймағымызды құйып, үстін басамыз бұлай. Яғни 20 секунд ұстап тұруымыз керек. Яғни бір жағы піскеннен кейін екінші жағын алмастырамыз. Яғни дайын болған вафлиімізді осындай стаканға салатын болсақ, мынадай пішінде пайда болады. Достар, міне біздің вафлиіміз дайын болды. Дәмі өте жақсы және өте керемет шыққан. Егер де сіздерге видео ұнаса, Ханшайым каналына жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай тағам түрін жасайын, соны комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Және де менің басқа да видеоларымды осы Ханшайым каналынан көруге болады. Бүгінге осы, келесі кездескенше.